медицина ғылымдарының докторы, фармацевт Райан Гуткин, Лиза Гуткин деген бұл осы отбасылық жұп. Енді мына Наудеркезен Бенгелинский деген бұл кісілер енді өте танымал. Америкада бұл кісілердің өте көптеген компаниялар болған. Оның ішінде біз бір компания, Life Max деген компаниясын өте жақсы танимыз. Осы компанияда көп жылдар жұмыс жасадық. Осы компаниядан қаншама адамдар күшті доход табыс тапты. $200,000 дейін табыс тапқан болатын. Бұл компаниядан даже өте танымал $1 миллиард дейін табыс төлеп сетевой компанияға, партнерларға. Осы кісілер өте танымал, барлық журналдарда көрсеткен, теледидарларда көрсеткен, міне осы компанияның арқасында белгілі болған. Енді қазір негізі Наудеркезен деген мына кісі, мына ортада тұрған. Осы кісі айтады, негізі сетевой компанияларда продукциялардың қымбат болу себебі дейді. Ол рас, потому что сетевой компанияның не дейді, құрылуына себепші болған кезде, менде маркетологтармен жұмыс жасаған кезде оған көзім жеткен 100%. Себебі заводтағы баға кез келген өнімнің, мысалы менен сұрайды адамдар, неге сендерде арзан өнім дейді. Мен сіздерге сетевой компанияның құрылуына қатысқан адам ретінде айтайын, кез келген өнімнің заводтық бағасы ол $8-10 көлемінде тұрады. Кез келген өнім. Платин койындікі керек. Платин койындікі бұл жерде емес, сіз басқа жаққа кіріп отырсыз. Кез келген өнімнің заводтық бағасы $8-10 көлемінде тұрады. Кез келген өнімнің. Бірақ сіз оны кез келген адам ала алмайды. Неге? Себебі заводтан алу үшін заводтан кемінде 10 штук алу керек. 10 штукты кімдер ала алады? 10 штукты компаниялар, үлкен, крупный компаниялар, ірі компаниялар ала алады. Яғни сетевой компанияны ашып отырған адамдар ала алады. Сосын олар алғаннан кейін ол $10 үстіне қояды. Өзінің сервисі қымбат болса, әріптестерге беретін бонусы көбірек болатын болса, яғни соны продуктының үстіне қосады. Оның үстіне қосады, сосын сервиске не жатады. Егер компанияның тарапынан офис төлеп береміз десе, ол шығынды да осы продуктының үстіне қосады. Егер компанияның тарапынан доставка тегін жеткізіп береміз десе, оны да продуктының үстіне қосады. Соның барлығының итоғы ең соңында қосындысы $10 тұратын өнім, ол $50 немесе $150-200 дейін шығып кетеді. Сол ашып отырған компанияның сервисінің мықтылығына байланысты. Міне сол себепті Наудеркезен айтып жатыр. Енді ол кезең, ол дәуір, оның модадан қалып бара жатыр дейді. Неге? Потому что қазіргі кризистерге байланысты адамдардың барлығы, бат ішетін адамдардың барлығы, қай жерде арзан өнім бар, арзанырақ, хотя бы арзанырақ өнім бар, сол жерден сатып алуға тырысады. Яғни, қазір бат сататын интернет магазиндер шығып кетті, арзанырақ сатады. О жерде басқа, мысалы, маркетинг төленбейді, сол үшінде сетевой компанияларға қарағанда арзанырақ сатады. Міне адамдардың барлығы жаппай сондай интернет магазиндерден заказ беріп жатыр. Олар кейінгі бір жылда толық статистика жүргізген кезде осыған көздері толық жеткен. Американдық компаниялар барлық негізі сетевой компанияның отаны ол Америка. Ең бірінші анау сетевойдың историясын, тарихын қарасаңыздар, Карл Ренберг деген 1920 жылдан басталған, ең алғашқы сетевой компания, MV 1959 жылы ашылған. Сөйтіп кете береді. Mary Kay, Herbalife, бәрі американдық компаниялар ұзақ жасайды, потому что олардың жүйесі өте четкий құрылады, өте жақсы құрады системаны. Сол үшін бұл да американский компания, сіздер өте керемет жердесіздер. Жаңағы сол Наудеркезен айтады, ол нәрсе модадан қалып бара жатыр, потому что осы американский компаниялардың барлығына статистика жасап жүргізіп көргенде, бір жылдың ішінде олардың көзі жеткен, олардың доходтары, табыстары, компанияның товар обороты төменде келе жатыр. Уже 20%-ке, бір жылдың ішінде 20%-ке түсіп қалған. Тағы да олар төменге қарай құлдырап кетіп бара жатыр, сол себепті. Потому что адамдар арзан өнім іздеп жатыр. Содан кейін олар алады да, нені ойлап шығарады? Livegood компаниясын ойлап шығарады. Livegood компаниясында продукты, маркетингті отдельно, продуктыны отдельно қойған. Басқа сервис жоқ. Сіз арзан өнімді заказ берсеңіз, доставканы өзіңіз төлеп аласыз. Болды, басқа ешқандай сервис жоқ. Офиске ештеңкеге төлемейді. Доставкаға тегін емес, доставканы басқа доставочный компания жеткізіп береді, оны отдельно өзіңіз төлеп аласыз. Ол ондай қымбат емес доставкасы. Тек қана өнім арзан. Ал сіздер маркетингтен ақша табам десеңіздер, маркетинг ол отдельно тұр.
маркетинг деген. Сөйтіп екеуін ажыратып қойған осындай керемет жүйе ойластырған. Енді мысалы сравнительно, енді продукция бар ғой, бізде 15-ке жуық продукция бар. Ол продукция барлық денсаулықты қамтиды, барлық саласын қамтиды. Ол косметикада бар, ол жерде мужское здоровье, яғни ерлер денсаулығы, әйелдер денсаулығы, иммунитет, энергия, питание, жаңағы клеткаларды питать ету үшін де барлығы бар. Сосын компания ең жоғарғы мына өнімдерді ең жоғарғы сапада жасаған. Америкада, во-первых, Америка, Япония ең жоғарғы дамыған, ең алғашқы дамыған мемлекеттердің қатарындағы елдер, сол үшін бұл Америкада жасалған продукция. Сосын GMP деген сертификатты кез келген өнім ала бермейді. GMP деген ол балаларға да беруге болады дегенді білдіреді, детский балаларға, детский питанияға береді негіз GMP-ді. Яғни біздің өнімдердің балалардың организміне ешқандай қауіп-қатері жоқ деген сөз. Сосын мына лаборатория, Alt-Tap деген лаборатория, мен жаңа ғана қарадым интернеттен, өте күшті лаборатория, көптеген өнімдерді осы жерде зерттеліп, осы жерден не шығады екен. Міне осындай жаңағы өте жоғары сапалы өнімдерді шығарып отыр. Ол өнімдердің составтарында, құрамындағы элементтер, ингредиенттер, әлемнің түкпір-түкпірінен, мысалы, чисто экологический аймақ деген болады. Адамдарды кіргізбейді, жаңағы машина жүргізбейді, сол жердегі емдік қасиеті бар шөптерді таза қылып сақтайтын емдік қасиеті. Мысалы, экологиядан жойылып кететін негізі көп деген бізге керекті биологиялық элементтер осы экологияның салдарынан жойылып кетеді. Оған бір ғана себеп біздің Алматының алмасы, Алматының апорты, оны бүткіл есенгі біледі Алматының апортын. Апорт деген кезде мұрныңызға бұрқырап алманың иісі келетін, сол алманы бір тістеп қалсаң, оның ішінде 100% темір болатын. Бізге керек, әйелдерге особенно керек, қан аз болмау үшін сол алмадағы железі қатты көмектесетін. Бірақ оған басқа ешқандай воздействие болған жоқ, әрекет болған жоқ. Өзінен өзі сол алманың құрамындағы темір бір жаққа жоғалып кетті. Жоқ, айтпақ. Қазір Алматының алмасын бір тістеп бір ай қойсаңыз да қараймайды. Қайда кетіп қалды? Просто экологиядан жоқ болып кетті. Міне сол сияқты емдік қасиеті бар әртүрлі шөптерді бүткіл әлем бойынша сақтайды мемлекеттер бар сонда. Мысалы, Қытайда да, Японияда, Кореяда да, Америкада, сол экологиялық чисто аймақ дейді, соны өте жақсы сақтайды олар. Өрге адам жүргізбейді, о жерге машина кіргізбейді, барлығын сақтайды. Сол құрамындағы сол емдік қасиеттер түгел сақталады. Міне осындай әлемнің түкпір-түкпірінде сондай жерлерден жинаған ингредиенттерді сөйтіп біздің осы өнімдерді жасап шығарған. Енді бізде компанияға мына өнімді заводтық бағада алу үшін компанияға мүше бол дейді. Мүше болсаң, біздің компанияның мүшелері үшін бұл заводтық бағада өте арзан тұрады, бар жоғы $10, $9.95, $10, $8.50 тұрады. Міне сондай. Міне қараңыздаршы, мына D3 калий деген өнім. Бұның өзі тұратыны цена участника дейді, компанияның партнерлары үшін $8.50. Ол деген сөз 3.910 теңге. Егер сонда айтатын болсақ, 100.000 сом. Бұл компанияның партнерлары үшін. Немесе, мысалы, Супергрин $18. Бұндай өнім қай жерде жоқ. Енді мен жай ғана салыстырмалы түрде интернетті аштымда D3 деп жаза салдым интернет магазинде. Ал компанияларда, сетевой компанияларда бұдан да қымбатырақ тұрады. Мына просто интернет магазиннің өзінде осы D3-лерді қараңыздаршы, 11.000 теңге, 15.799 теңге, 17.900 теңге, 14.500 теңге деп тұр интернет магазинде. Бұның үстінде маркетинг жоқ, соның өзінде осындай қымбат тұр. Ал сетевой компанияда одан да қымбат тұрады деген сөз, тек қана біздің компанияда бұл заводтық бағада өте арзан тұр. Егер сіз осындай арзан өнімдерді алғыңыз келсе, онда компанияға мүше болыңыз дейді. Компанияға мүше болу бар жоғы $50 тұрады. Оның $40 партнерлық взнос, яғни сіз бір рет қана төлейсіз компанияға мүше болғаныңыз үшін. Ал ай сайын $10 көлемінде абонементтік төлем бар. Яғни сіз сол жерден компаниядан нешесіз табыс табасыз әлі, постоянно қай уақытта қаласаңыз да, хоть $5 қаласыз ба, жоқ $50.000 қаласыз ба, өнімді любой уақытта алуға мүмкіндікті жоғалтпас үшін ай сайын $10 абонементтік төлемді төлеп отыру қажет. Енді компания сонымен қатар сіз осы арзан өнімдерді жарнамалаған кезде компания 7 түрлі доход табыс төлеймін деп тағы да айтып отыр, оның біріншісі реферальный бонус. Яғни сіз адам шақырғаныңыз үшін төленетін бонус. Егер сіз міне
адамдарға реклама жасап, осындай арзан өнім бар бізде, сол өнімді алыңыздар деп реклама жасасаңыздар, олар келіп компанияға $50 мүше болса, солардың әрқайсысынан компания сізге $25, яғни тең жартысын береді. $25. Мысалы, 10 адам шақырсаңыз, яғни 10 адамнан $25 уже $250 сіз табыс таптыңыз. Енді екінші, сіздің осы шақырған адамдарыңыз да адам жарнамалайды. Бұндай структурный бонусты да көп компаниялар да төлей бермейді. Структурный бонус деген, бұл енді сіздің рангыңызға қарап, статусыңызға қарап 10 глубинаға дейін төленеді. Сіз мысалы келе саған кезде өзіңіз шақырған адамнан тікелей $25 аласыз. Егер сіз бронзовый партнер, бронзовый статусты жапқан кезде, яғни сіз олардың шақырған адамынан да $5 ала бастайсыз. Сереброға шыққанда тағы 2 глубина ашылады, өстіп 10 глубинаға дейін кете береді. Ол деген қалай деген сөз. Мысалы қараңыздар, сіз бағана шақырдыңыз 10 адам, өзіңіз тікелей, 10 адамның бәрінен $25 алып алдыңыз. Енді соның ішінде кем дегенде, мысалы 3 адам істей бастайтын болса, сол адамның адамдарынан да сізге, мысалы, бір тұрған адам 2 адам шақырса, оның әрқайсынан өздері $25 алғанда, сізге компания еще $5 төлейді. Ал оның астындағы линиядағы адамдардан әрқайсынан $2,5 төлейді. Мына тұрған 4 адамнан $2,5 тоже $10 құрайды. Міне өстіп әр екінші, үшінші, яғни бірінші тұрған тікелей шақырғаныңыз сіздің балаларыңыз болса, екінші уровенді ол немере деп айтса болады, үшінші уровень ол шөбере деген сияқты. Міне осылардың барлығынан сізге компания бонус төлейді. Енді олардың барлығы рангке байланысты төленеді дедім, я? Енді біз алғашқы 3 рангты ғана қарастырайық. Арғай платина, бриллиантты, потом спокойно жасап аласыздар. Бірінші бронза болу үшін міне 2 ғана адам шақыру керек. 2 ғана адам шақырсаңыз $50 сіз уже бронзасыз. Енді мынау серебро болу үшін сіздің командаңызда 20 адам болу керек. 20 адам, общий количество. Соның үшеуі сіздің личник бронза болу керек, үшеуі. Ал золото жабу үшін сіздің командаңыздың барлық количествосы 100 адам болу керек. Соның үшеуі сіздің личный сереброңыз болу керек. Яғни ол деген мынау біріншісін көрсетеме. Мысалы, сіз бронза жабу үшін 2 адам шақырсаңыз болды, сіз автоматты түрде бронзасыз. Ал енді сереброны жабу үшін сіз міндетті түрде 3 адам шақырасыз, 3 адамның 2-і бронза. Бронза деген жаңа 2 адам шақырған адам бронза. Үшіншісі де бронза, бірақ мысалы бір активный істеп кететін адам болады ғой. Соның командасы көбірек болуы мүмкін. Сонда общий количествоны санайтын болсақ, мына жерде 20 адам тұр. Сол кезде сіз серебро боласыз. Дәл осыны ары қарай қайталай берсеңіз, золото, платина деп кете бересіз. Келесі статустарға шыға бересіз. Енді ең керемет, тағы бір керемет бонустың бірі, адам шақырсаңыз да, шақырмасаңыз да алатын бонус, бұл глобальный бонус. Енді глобальный бонус деген, сіз компанияға мүше болған кезде сізге компания 12 уровень береді. Осы 12 уровень бойынша сізге осы 12 уровеньде толған адамдардың барлығынан каждыйынан 25 центтен төлеймін дейді. 25 центті қайдан төлейді? Олар кіргеннен кейін келесі айда абонементтік төлемін жүргізген кезде, сол кезде сізге солардың әрқайсысынан сіздің структураңызда қанша адам тұрса, сонша адамнан әрқайсысынан 25 центтен төлейді. Сол кезде сіз адам шақырмасаңыз да $2047 дейін ала аласыз. Глобальный бонус. Бірақ бұл сразу бірінші, екінші айда шықпайды, я? Кейбір адамдар сұрайды бізген. Мен қазір кірем $50, сосын келесі айдан бастап $2047 алам ба дейді. Я аласыз, егер сол бір айдың ішінде сіздің командаңызға 8000 адам толып кетсе. Ал 8000 адам толмаса, қанша 800 адам ғана толды ма, яғни 800 адамға 25 центтен аласыз. 100 адам толды ма, 100 адамға 25 центтен аласыз. 10 адам толды ма, 10 адамға 25 центтен аласыз. Қалай сізге 8000 адам толады структураңызға, сол сәттен бастап әр ай сайын $2047 аласыз. Ал егер сіз хотя бы 2 адам шақырған болсаңыз, сізге компания 2000 емес, уже максимальный $4000 дейін береді. Серебро болсаңыз да $4000 дейін береді. Ал золото, платина болсаңыз $8000 дейін ала аласыз. А бриллиант болған кезде глобальный бонустан ай сайын $16000 табыс тауып отыруға болады. Сол үшінде жаңағы келіп құр қарап отырмай, $2000 емес, $16000 деген 8 есе көп ақша, я? Яғни чуть-чуть болса да қимылдасаңыздар, бұл жерде жұмыс жасау оңай ғой.
Неге оңай дейсіздер? Біріншіден, компанияға мүше болу өте арзан. Екіншіден, біздің өніміміз өте арзан. Бұндай арзан өнім біздің нарықта жоқ. Сондықтан да екі арзан нәрсені де жарнамалау оңай. Потому что сізге тең келетін, сіздің айтып тұрған компанияңызға тең келетін компания қазір жоқ. Солны пайдаланып, сіздер қарап отыра бермей, жаңаға пассивті күтіп, хотя бы адам шақыруға тырыссаңыздар, өзіңіздің структураңызды тезірек толтыруға тырысасыздар, глобальный бонустан максимальный ақша алуға мүмкіндік аласыздар. Содан кейін басқа да, тек қана глобальный бонус емес, басқа да бонустардан ақша алуға мүмкіндік аласыздар. Енді глобальный бонусқа қалай структура қалай тұрады? Міне сіз реферальный сілтемені алдыңыз, сіз шақырған адамның. Соны басқаннан кейін осындай сайт ашылады. Сайтқа сіз атыңызды, фамилияңызды, почтаңызды жазыңызда, резервті бастыңыз, иә? Сол кезде сіз автоматты түрде списокқа тұрасыз, очередьқа тұрасыз. Сол очередьке тұрғаннан кейін каждый четверг күні кім ақша төлемеді, төмен түсіп кетеді, ақша төледі, сол адамдар жоғары қарай шығады. Очередьтің басына шығады, иә? Сіздер ана Powerline деген структураға кірген кезде, Powerline'ды басқан кезде, бірінші жазыласап кірсеңіздер, оранжевый, ақ болып тұрады, соның ақтары ақша төлеген жоқ, оранжевыйлар ақша төленіп тұр деген сөз. Сөйтіп общий списокта тұрды. Содан кейін бір аптадан кейін четверг, пятница күні қарасаңыздар, өңкей оранжевыйлар тұрады, яғни ақтар төмен түсіп кетеді, ақша төленген оранжевыйлар жоғары шығады. Міне сол адамдар кім шақырды, солардың структурасын әркімді өзінің структурасына лақтырады. Сөйтіп лақтырған кезде, сөйтіп мысалы өстіп келіп сіздің структураңызға келіп толады. Мысалы, мына ең жоғары жағындағы. Мен мынаны қазір сызып көрсетейінші. Кетіп қалады екен ғой. Ең қазір келесі де көрсетем, иә? Мысалы қараңыздар. Бізде Қазақстанда кірген кісілерге, мына бірінші адам, бізде Қазақстандағы кірген Марат деген астаналық жігіт. Мына обратите внимание, мына жерге көңіл аударыңыздаршы. 8 март күнгі мынау статистика, 8 март күнгі статистиканы қарасаңыздар, мына жерде 7000 адам деп тұр. Яғни Астанадан кірген адам, ең бірінші Қазақстан қосылып Ливгөттен кірген адамның командасында уже 7000 адам бар. Енді мына 13 март күнгі статистика. Жанында тура сол адамдікі, 13 март күні статистика уже 8029 адам. 8 мен 13-нің ортасында бар жоқ 5-ақ күн өтті. 5 күнде 1000 адам ақша төлеп тіркелді. Енді бұл адам 6 январь күні кірген болса, 6 февраль, 6 март 2 ай болды. 2 айда 8000 адамды толтырды уже. Түсініңіздер ма? Кім жақсы жұмыс істейді, олардың структурасы тез-тез толады, және оған тез-тез глобальный бонус гарантирован. Бұл кісі келесі айда 8000 адамнан глобальный бонус алады, яғни $2047 уже алады. Сіздерде де дәл осындай мүмкіндік бар, осыны тез-тез жасап, тура осындай мүмкіндікке ие болуға. Ал сіздер асықпай жұмыс жасайтын болсаңыздар, аласыздар глобальный бонусты қашан толған кезде, толғанша қаншада, мысалы мына кісінің командасында 500 адам. 500 адам тұр. Яғни бұл кісі 500 адамнан глобальный бонус алады. Глобальный бонус қалай төленеді? Мысалы, мартта сіздің структураңызға келді да 100 адам түсті. Ол 100 адам $50 мүше болып кірді, яғни олар сол адам 100 адам. Апрельде $10 активация, яғни абонементтік төлем төлеу керек. Сол кезде сіз осы 100 адамнан майда аласыз. Апрельде алмайсыз, майда аласыз. 100 адамнан 25 цент деген, ол $25 құрайды. Соны сіз майда аласыз. Енді июньде осы 100 адамның үстіне тағы да қосылды ғой, келесі 200 адам қосылуы мүмкін. Июньде сіз мына 100 адам плюс 200 адам уже общий 300 адамнан аласыз. 25 центтен. Үсті-үстіне ай сайын қосылып кете береді. Бірінші глобальный бонусты алып алғаннан кейін, келесі айда глобальный бонусыңыз өсіп кете береді, жаңа $2000 дейін. Ал егер сізде март айында мысалы 25000 адам сіздің структураңызда тұрса, бірақ сіз ешкімді шақырмадыңыз дейге, егер сол 25000 адам апрельде барлығы $10 активация жасаса, так как сіз ешкімді шақырмағаныңыз үшін, майда сізге сол 25000 адамның 8000 ғана адамынан 25 цент береді. Сонда ол 8000 адамнан 25 цент деген, бұл 2040 құрайды.
Вот міне 2047 доллар деген қай жақтан шығып жатыр десеңіздер, міне осы 8000 адамнан шығып тұр. Ал енді сізді кіре салып структураңыз сразу 8000 адамға толмаса, яғни сразу 2000 доллар шықпайды сізге. Қанша адамға толса, сонша адамнан ғана аласыздар, иә? Осы сұрақты бізге күнде айтамыз, күнде бәрібір сұрай береді. Енді чека. Егер сіз тек қана пассивке келдім 2000 долларға деп ешкімді шақырмасаңыз, сізге чека жоқ. Ал егер сіз хотя бы 2 адам шақырсаңыз, 2 адамыңызда глобальный бонусқа шықса, онда сіз әр қайсысынан 50%-тен чека аласыз. Мысалы, шақырған хотя бір адам шақырсаңыз да, сол адамыңыз глобальный бонустан хоть 100 доллар алсын, хоть 1000 доллар алсын, хоть 2047 доллар алсын, компания сізге соның 50%-ын төлейді. Мысалы, ол 100 доллар алса, компания сізге еще 50 доллар төлейді. Егер ол 2047 доллар алса, онда сізге компания 1023 доллар төлейді, тура соның тең жартысын төлеп береді. Бұл мен тек қана бірінші поколенияны айтып жатырмын. Ал егер сіз арғай статус шапқан сайын, әр статусқа өткен сайын, сізге 5 поколенияға дейін осы глобальный бонустен чека төлейді. 5 поколенияға дейін аласыз. Бұл глобальный бонустың өзінен де көп шығатын бонус мына жерде. Сондықтан да кем дегенде 1-2 адам болса да шақыру керек. Енді 5-6 бонус бұл розничная продажа. Мысалы, бірінші линияңыздан 50% төлейді дейге. Мен қазір осыдан кейін артынан сайтты ашып көрсетем, бұны қалай төлейді, қай жақтан қалай түсетін. Мысалы, сіз біздің кабинетімізде әртүрлі сілтемелер бар. Бір сілтеме, мысалы, реферальный ссылка дейді, сіздің артыңыздан адам тіркеу үшін сілтеме бар. Сосын тағы бір сілтеме бар, ол просто розничный бағаны көрсететін, өнімнің розничный бағасын көрсетеді. Мысалы, сіздер участник компанияның мүшесі болғанда, сіздерде 2 баға көрсетіп тұрады, сіз кірген кезде 2 баға. Егер участник болсаңыз 8.50, участник болмасаңыз, компанияға мүше болмасаңыз 17.50 деп тұрады. Ал мына розничный сілтемемен кірген кезде тек қана 17.50 деген бағаны көрсетеді. Егер сіз сол розничный бағамен 17.50 доллар, D3, мысалы, D1, D3-ді 17.50 долларға сол сілтемемен біреуге сатсаңыз, компания соның 50%-ын сіздің кошелегіңізге салып береді. Ал егер сіз өзіңіздің кірген орынға 8.50 доллардан бір D3 заказ беріп алсаңыз, оны сіз сыртқа апарып, о жерден компания ештеңе төлемейді. Сіз заводтық бағада алдыңыз 8.50-ге. Бірақ сіз оны біреуге апарып 17.50 долларға сатуға құқыңыз бар. Ол жердегі ортасындағы ақшаны өзіңіздің қалтаңызға саласыз. Бұл жағдайда компания сізге ештеңе төлемейді. Ал егер сіз сілтеме арқылы 17.50-ге сатсаңыз, сол жағдайда компания сізге 50%-ын қайтарып береді. Ал егер сіз бронза болсаңыз, онда 2-ші уровеннен тағы 10% аласыз. Серебро болсаңыз, 3-ші, 4-ші уровеннен 5% аласыз. Сол сияқты, мысалы, 10 уровенге дейін продуктының өзінен 80%-ға дейін табыс табуға болады екен. Біз қазір тек қана маркетингке жүгіріп жатырмыз, Когда адамдардың, партнерлардың чектері көтерілген кезде, олар продуктыға ауысады, бізде продукты тоже өте идеальный, продукты өте проходимый. Мысалы, мен қазір продуктыны Инстаграмға салам, сұраушылар көп, просто оны заказ беру керек, бір оптым жаңағы Америкадан келетін болған ең ұзақ келеді ол бізге пока что. Мысалы, доставка деген компания бар, доставка. Бізде DHL, МС почта дейміз, ол бір заказ берсе бір штукты жіберіп отырмайды ғой. Басқа бір мемлекетке тем более жіберіп жатыр, ана мұхиттың ар жағында. Сол компаниялар, доставка компаниялар жинап алады. Бір 10 шақты заказды жинап, бірақ жібереді, сол үшін де бізге ұзағырақ келеді қазір. Сол үшін де кішкене бір заказ берген кезде жиналып 5-6 ауыңыз бірақ заказ беріп алсаңыздар жақсы да. Қазір партнерлардың табыстары көтерілген кезде біз көбірек заказ береміз, сол кезде біз өнімге ауысамыз. Сол кезде өнімнен де біз өте күшті пайда табамыз. Енді мына жерде розничный продаж дополнительный комиссиясы, егер бір адам оптым көбірек сатып алатын болса, опять же, мүшенің сілтемесімен емес, мүше емес адамның сілтемесі арқылы заказ беріп, өнімге заказ беріп, либо 2,5 долларға, либо 5.000-ға, либо 10.000-ға, либо 25.000-ға, немесе 50.000-ға заказ беріп алса, өнімді заказ беріп алса, компания
соның тең жартысын бірінші маркетинг бойынша қайтарып береді, жаңа 5-ші бонус бойынша. Сосын қалған сумадан тағы да сіздің сумаңызға байланысты 10%-тен 50%-ке дейін тағы да скидка жасайды. Ол деген сөз қалай? Мысалы, $50,000 мен заказ бердім, сыртқы сілтемемен заказ бердім, я? Екінші сілтемемен заказ бердім $50,000. Маркетинг бойынша $25,000 қайтарып берді. Енді қалған $25,000-дан мына 6-ші бонус бойынша тағы да 50% скидка жасайды. Яғни $12,500 тағы да қайтарып береді. Сол кезде мен бүткіл товарды $12,500 алады екем, $50,000 емес. Сатсаңыз $50,000 жасап аласыз. Енді 7-ші бонус бұл пул бонус. Яғни тезірек бриллиант болсаңыздар, сіздер компанияның мировой товарооборотына кірісесіздер. Мировой товарообороттан 2% каждый бриллианттардың арасында бөлінеді. Бірінші пул бонус январда шықты. Январда компания енді жаңа ашылған айы, соның өзінде 2% товарооборот, ол $36,000 құрады. Оны ең алғашқы шыққан біздегі бриллиант, Тим Миллер деген американец алды, я? Енді февральдағысын, нақтысын білмеймін, өзім өткізіп алдым, тыңдаған жоқпын. $70,000-дан асқан. Ол кезде 2 бриллиант бар еді, $35,000-дан бөліп алды. Яғни сіздерде ертең бриллиант болған кезде, ол бриллианттың саны көбейді деген сөз, товарооборот көтеріліп жатыр деген сөз. Товарооборот көтерілген сайын 2%-тің саны да көп болады, я? Соны бриллианттардың ортасына бөлген кезде, сіз кәдімгідей қомақты суманы қолыңызға аласыз. Ол $10,000 болуы мүмкін, $20,000 болуы мүмкін, $100,000 болуы мүмкін, я? Міне осындай қомақты суманы, когда бриллиант болған кезде, тоже 7-ші бонус бойынша қолдарыңызға ала аласыздар. Міне осындай керемет маркетинг, керемет мүмкіндік, керемет өнім, арзан. Енді қазір мен сіздерге сайттан көрсетейін. Міне, сіздер кірген кезде, сіздерде мынандай 3 түрлі сайт тұр, я? Мына Shop Live Good деп тұр ғой, Shop Live Good деген, міне осыны бассаңыздар, осы сілтемені бересіздер адамдарға. Осы сілтемемен олар түседі, осындай сайтқа түседі, продукты дегенді басқан кезде, ол адамдарда тек қана мынандай, міне мысалы мультивитаминдігі баса салайын, я, бірінші тұрған. Мынандай баға көрінеді, көрдіңіздер ма? Міне осы ғана баға көрінеді. Егер сіздер осы сілтемемен ол адамға берсеңіз, мысалы осы сілтемен маған жібердіңіз, мен қарадым $17. $17 тоже арзан, я? Мысалы 10,000 теңгеге жетпейді ғой мына баға, $200,000 теңге соңға жетпейді, я? Мен аламын, 17.95-ке аламын. Сол кезде компания сізге осының 50%-ын сіздің кошелекке салып береді. Міне мынау сол сілтеме, Shop Live Good деген. Ал енді мына жерде Live Good Tour деген, бұл адамдарды реферальный ссылка, я, подписка жасауға жіберетін. Міне бұны басқан кезде адамдар мына жерге кіреді, өзінің атын, фамилиясын, почтасын жазады да, компанияға предрегистрация дейді, тегін тіркелу, предрегистрация очередке тұрады. Сонан кейін четверікке дейін, сол орын сақтап қалам десе, четверікке дейін ол ақшасын төлеп үлгеру керек. Міне енді қараңыздаршы, міне жерде сол жағында қарасаңыздар, қаншама флагтарды көріп тұрсыздар, я, тулар, қаншама мемлекеттен адамдар жазылып жатыр. Доска лидеров дегенді ашып қараңыздар постоянно. Бұлардың бәрі мотивация. Міне Джефф Роман уже 519 адам первой линиясына жазды. Бізде адамдар, біз қиналамыз, 2 адамды қайдан алам деп қиналамыз. Айналаңызда как будто адам жоқ, бір Жапан далада бір жалғыз өзіңіз тұратын сияқтысыздар. Айналада адам көп. Сол адамдардың ішінен 1-2 адам сізді тыңдайды ғой, айтыңыздар. Жаттап алыңыз 1-2 информацияны, сөйтіңіз да айтыңыз. Немесе тура күнде бізде осындай презентациялар болып жатыр ғой, осы презентацияға шақырыңыздар адамдарды. Кел, көр, құлағыңды аш деп айғайлап тұрып айтыңыздар. Бұл айғайлап айтатын проект на самом деле. Мысалы, мен 2018-де жаңағы eLife Max деген компаниядан кеткеннен кейін сетевойларға, біз енді сетевойда істеген соң, көп деген сетевойларға шақырады, барасың, бірақ ешқай жер мотивировать етпейді. Потому что продукты қымбат. Мен ол продуктының не үшін қымбат екенін біліп тұрмын себебін. Соны барып бір адамдарға айтайын десем, как будто мен оны лахавать етіп жатқан сияқты сезімде болдым. Сол үшін мен сетевойды жақсы көрмей қалдым сол сәттен бастап. Мысалы, тұратын продукты бір тұрады
$8 деген қанша еді? Жаңа 4.000 теңге, 5.000 теңге тұратын продуктыны мен оны 50.000 теңгеге өткізу керекпін ол адамға. Соны мен өткізе алмадым да. Содан кейін сетевойлардан көңілім қалды. Сөйтіп жүрген кезде ана жерді қарап, мына жерді қарап қойшы сетевойды қойып, традиционныйға барып басымызды біраз ұрып келдіге, традиционный деген полный риск түгел. Бүткіл ответственность, жауапкершілік өзіңіздің басыңызда. Өнімді алып келесіз өзіңіздің ақшаңызға, ол күйіп кетсе, сынып қалса, өртеніп кетсе, шіріп кетсе, бәрі сіздің ақшаңыз күйеді. Аренданы төлейсіз өзіңіздің ақшаңыздан, офис жалдайсыз өзіңіздің ақшаңыздан, елдерге зарплата бересіз өзіңіздің ақшаңыздан, соның барлығы сіздің мойныңызда тұрады. Ол деген үлкен рискі. Біз деген ондай рискіға көп адамдар, мысалы, бара бермейді, барғысы келмейді де даже. Ал зарплатамен ешқашан өмір өзгермейді. Біздің ортамызда отырма, зарплатамен 20 жыл, 30 жыл стажы бар адамдар, соны не өзгерді өмірінде? Ештеңке де өзгермейді, ештеңке өзгермейді. Сол сүрген өмірі аштан қалмайды, самый главный, елден қалмайды, но бірақ уақыт деген өте береді. Бірақ бәрібір жас ұлғайған сайын адамдар өкіне бастайды. Мен анау сияқты шетелді көрмедім ай, мен мынау сияқты былай істемедім ай, мынау сияқты джип машинасы мінбедім ай, мынау сияқты 3 этажды коттеджде тұрмадым ай деп адамдар өкіне бастайды. Сол өкінбес үшін осындай мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Міне сол 4 жылдан кейін осы проект келген кезде менің көзім жанды. Неге? Себебі мына жерде өнім деген арзан. Заводтық бағада тұр. Қандай накрутка жоқ. Адамдарға айғайлап құлағынан сүйреп әкеп, мына жерге тығып қою керек, тыңда мынаны сен деп. Міне осындай мүмкіндік беріп тұрған компания. И және 23.000 теңге немесе жаңағы 600, 500, 600 мың сом деген тоже біреудің қалтасын тесіп жіберетін ақша емес. 600 мың сомды экономдаса, зато бір үлкен бизнес бастайды. 600 мың сом деген ештеңке шешпейді. 25.000 теңге деген қазір ештеңке шешпейді. Бізде Қазақстанда 25.000 теңгеге магазинге бір кіріп шықсаң, бір күндік, 2 күндік продукт аласың, болды все. Сондай нәрсені экономдап, адамдар үлкен бизнес жасап алуға мүмкіндік. Міне қараңыздаршы, мына жерде міне. Мынау Чечнядан Михаил Приказский деген 242 адам личкасына жазған. Біз 2 адам жаза алмай жүрміз личкамызға. Мына Япониядан тұр Эдвард Кейт деген 218 адам личкасына жазған. Сосын мына жерде мынау қандай, мынау Нигериядан 155 адам личкасына жазған. Мынау Канададан Анжела 154 адам жазған. Сосын мынау тағы қандай, қай жақтікі? Намибия дейді, мынаның бәрі Африка ғой, 103 адам жазған. Міне қарасаңыздар, мынау Германия, әртүрлі ұлттардың барлығы бүткіл әлем бойынша, міне мысалы бізде Марат тұр, 54 адам жазған, алматылық жаңаға. Осы сияқты бүткіл әлем бойынша мына жерде подписка жүріп жатыр. Сіздер көштен қалып кетпеңіздер. Егер біздің ортамызда қонақтар бар болатын болса, қалмай, осы бүгіннен қалмай, дәл қазір, ертең уже четверге как раз, бүгіннен қалмай жазылыңыздар. Сіздер ең керемет, теңдесі жоқ проектідесіздер. Осымен менің презентациям аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, жоқ болса, онда видеочатты аяқтаймын. Рахмет. Очень крутая информация была. Жақсы, онда мен аяқтаймын,